Сәлем. Қалдарыңыз қалай, құрметті көрермендер? Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сәлеммен тағы мен бүгін айтатын әңгіме қозғайтын тақырыбымыз өте қызық тақырып. Өмірге қарама-қайшылық, жалпы өмірде кез келген затқа айтсам, менімен көптеріңіз қазір өте қатты пікірталас болатынын білем. Сондай қарама-қайшылыққа толы тақырып. Жалпы ойлап, зерделеп қарасаңыз, сіздің өміріңізде ешқандай проблема жоқ. Сіз проблема деп жүргендердің барлығы проблема емес. Расымен солай. Таңғаласыз қазір мен айтсам. Жалпы біздің өмірімізде ешқандай проблема жоқ. Біз проблема деп қарағанның барлығы жай ғана ұсақ-түйек мәселелер ғана. Ол үлкен мүмкіндік болуы мүмкін. Мысалы, мен айтайын, осы қоғамның, қазіргі қоғамның ең үлкен проблемасы деп жатады қарыз кредит. Расында қарыз кредит біреулерге проблема болуы мүмкін, ол проблема емес. Егер сіз проблема емес деп қарасаңыз, ол проблема емес ешқандай. Кедергі емес. Себебі қарызды, кредитті мүмкіндік деп қарапсыз. Мүмкіндігіңізге байлансаңыз, мысалы, қажетіңізді аштыңыз, оның несі проблема? Ол өте үлкен мүмкіндік. Сіз, мысалы, кредит алып, айланымға салып, бір жұмыссыз отырған адам болсаңыз, жұмыс бастауыңызға болады. Бір айдың ішінде қолыңыздағы тұрған ақшамен қаншама жұмыс істеп, іс тындырып, аяққа тұрып алуыңызға болады. Мүмкіндік, расымен мүмкіндік. Біз не істейміз? Біз кез келген нәрсені алғаннан кейін оның артындағы салмағын ойлағымыз келмейді. Ойламаңыз. Ол мүмкіндік. Сізге берілген үлкен мүмкіндік. Ажырасу деп жатамыз. Ажырасуға біреулер проблема қылдырады. Неге проблема? Расымен де сіздің жағдайыңыз келмесе, Алла сақтасын, мен ажырас деп жатқан жоқпын. Жалпы айтам, бірге тұра алмаса, күнде ұрыс керіс болса, бала-шаға одан жаңағы дұрыс тәрбие алмай, отбасында күнде жанжал қырғын болып жатса, одан ажырасасыз, проблема емес. Керісінше ары қарай дұрыс өмірін сүріп, армандаған арманына жетіп, мақсатына жетуге болады. Ешқандай проблема емес. Ауру. Ауырдым деп жата беріңіз, проблема жоқ. Бұдан жазылам, жеңем, бұл не үшін маған пайда болды? Бірақ рет өмірге келем, орнымнан тұрам деңіз, тұрыңыз. Ешқандай проблема емес. Расымен де біздің өмірімізде ешқандай проблема жоқ. Проблеманы проблема қылып жүрген, кедергіні кедергі қылып жүрген өзіміз ғанамыз. Проблемасы өмірсіңіз, мүмкіндік деп қараңыз. Сіздің алдыңыздағы жаңа мүмкіндік. Кімнің айтқан сөз екен есімде жоқ. Мен проблемаларға тақалған кезде, проблемаға тірелгенде қатты қуанам дейді. Себеп мен сол кезде өсем деген сөзі бар еді. Тура сол сияқты кез келген проблема десеңіз, проблема деп қарамасаңыз, оның артында үлкен өсу бар. Күліп жүріңіз, проблемаға күліп қараңыз. Сол кезде ол ешқандай проблема болмай қалады сіз үшін. Сеніңіз, байқуатты болыңыз, жымиып жүріңіз. Өміріңіз ғажап сұлу болсын.